Зәйтүн майының 7 түрлі пайдалы жағы. Зәйтүн майының адам денсаулығы үшін көптеген пайдасы бары жиі айтылады. Тіпті Жерорта теңізі аумағы халқының ұзақ өмір сүру сырын зәйтүн майымен байланыстырады. Бұл ретте кез келген ас үйден табылатын қарапайым өнімнің ең басты пайдалы қасиеттерін атап өтуді жөн көрдік. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Пайдалы майлар көзі. Зәйтүн майында холестерин деңгейінің түсуіне әсер етіп, қан ұюын қалпына келтіретін пайдалы қанықпаған майлар бар. Аталған майды тағамдық мақсатта жиі қолданатын адамдарда жүрек аурулары мен инсульт пайда болу қаупі айтарлықтай төмендейді. Антиоксиданттар көзі. Зәйтүн майында күшті антиоксиданттар болып табылады. Е дәрумені мен олар организмдегі бос радикалдар мөлшерін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар өнімде табиғи қосылысы бар. Ол қатерлі ісік жасушаларын күресуге көмектеседі. Қан қысымын қалпына келтіру қасиеті. Қанықпаған майлардан бөлек зәйтүн майында омега-3 май қышқылдары бар. Омега-3 май қышқылдарының қан қысымын қалпына келтіріп, жүрек денсаулығын ұзақ жылдарға сақтайтын дәлелденген. Бұл пайдалы май қышқылдарын дене өздігінен өндіре алмайды. Сондықтан оларды тағамнан алуға мәжбүрміз. Күйзелістен қорғайды. Зәйтүн майы адамның көңіл күйінде ықпал етеді. Ғалымдар зәйтүн майы мен көп қанықпаған майлардың көп мөлшері негізінде ұсталатын ем дәмнің психикалық ауруларға шалдығу мүмкіндігін азайтатынын анықтаған. Остеопороздың алдын алу. Зәйтүн майы жиі қолдану организмдегі кальций мөлшерінің артуына ықпал ететінін дәлелі күн сайын артуда. Өз кезегінде ол остеопороз дамуын алдын алуға себебін тигізеді. Алғашқы зерттеу жұмыстары зәйтүн майының жасқа байланысты когнитивті бұзылулардың алдын алып, әзірге мәселенің нүктесін қоятын дәлелі жоқ. Бірақ зәйтүн майы Жерорта теңізі аумағындағы ем дәмнің бір бөлігі болып табылатыны бәрімізге аян. Бұл жүйенің Альцгеймер дертінің алдын алу мақсатындағы пайдасына ғалымдар күмән келтірмейді. Қабынуды басады. Зәйтүн майы қабынуға қарсы стероидты емес дәрі-дәрмектер әсеріне ұқсас ықпал етіп, құздамалық шор буын сынды ауруларда көмектесетіні анықталған. Пайдалы қосылыстар созылмалы және асқынған қабыну процесін әсер етеді. Алатын қабынуға қарсы ферменттерді баяулатады. Құздамалық шор буын ауруын зерттейтін ғалымдар зәйтүн майының 3-4 ас қасық мөлшері ибупрофен таблеткасының баламасы бола алатын айтады. Менің керек арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ұнаса комментарияда жазып кетіңіздер.